Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі өтетін сабақтарыңызға сіздерге сәттілік тілеймін. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тежеу жүйесінің түрлері және атқаратын қызметі. Сабақтың мақсаты тежеу жүйесінің түрлері туралы түсінік беру, тежеу жүйесінің құрамды бөлшектерімен таныстыру, пән бойынша білім-білік дағдыларын қалыптастыру. Күтілетін нәтиже: тежеу жүйесінің түрлері мен құрамды бөлшектер туралы түсінеді, алған білімді орынды пайдаланады. Критерийлер: тежеу жүйесінің түрлерін біледі, құрамды бөлшектерін атайды, күшейткіштің жұмысын біледі. Тежеу жүйесінің түрлері: тежеуіштер автомобильдің жылдамдығын баяулатуға және тегіс емес жерде бір орында ұстап тұруға арналған олардың түрлері. Бірінші, жұмыстық тежеу жүйесі. Бұл автомобильдің басты тежеу жүйесі барлық доңғалақты тежеп, жүріс жылдамдығын баяулатуға және шұғыл тоқтатуға арналған. Көбінде бұл тежеу жүйені аяқ тежеуіш деп атайды. Екінші, тұру тежеуі. Көбінде тұру тежеуіш автомобиль тоқтағаннан кейін қосады. Сондықтан ол автомобильдің бір орнында қалуын қамтамасыз етеді. Бұл жүйе автомобильдің жетекші доңғалақтарына трансмиссияның білігін тежеу арқылы әсер етеді. Бұл жүйе қолмен басқарылады, сондықтан оны қол тежеу жүйесі деп атайды. Қосымша тежеу жүйесі. Автомобильдің жолдың ұзақ ылғи бөлігімен жүргенде жылдамдықпен шектеуге арналған. Шектеуіш тежеуіш трансмиссияның бірлігіне әсер етеді. Басты тежеу жүйесін қызудан және таяулы жерді тезістен шығуына сақтайды. Жүк автомобилі қала сыртында әр 100 км жолда жүргізуші 125 рет тежеу жүйесін іске қосады. Таудағы жолда осы жүйені іске қосу 1000-ға жетеді. Тіркемелік тежеу жүйесі. Тіркеме доңғалақтарына жүріс кезінде тоқтағанда және тіркеменің жүріп келе жатқанына автомобильдің ажырап кеткеніне тежеуге арналған. Тежеу жүйесінің жалпы құрылысы. Тежегіш жүйенің құрылысы негізінен екі тораптан тұрады. Біріншісі тежегіш торап, екіншісі оның жетегі. Тежегіш тораптарда құрылыстарына қарай колодкалы немесе дискілі болып екіге бөлінеді. Ал жетек торабының құрылысына қарай гидравликалық немесе пневматикалық жетек болып бөлінеді. Енді төменде солардың бір түрін қарастырып, басқаларының ерекшеліктерін тоқталамыз. Осы суретте гидравликалық жетегі бар колодкалы тежеу механизмінің құрылысы көрсетілген. Мұндай жүйе автомобильдің әрбір жүріс дөңгелектерінде қойылған колодкалы тежегіш қондырғылар мен гидравликалық жетек торабы болады. Гидравликалық жетек торабы жүргізуші педалінен, басты гидроцилиндрден, таратқыштан, вакуумдық күшейткіштен және кері клапаннан құралады. Гидравлика жетегі бар тежеу жүйесі мына төмендегідей жұмыс істейді. Автомобильді тежеу үшін жүргізуші педальды белгілі бір күшпен итереді. Сол кезде басты гидроцилиндр ішіндегі толып тұрған сұйық түтіктері арқылы жетегіш қондырғыдағы жұмысшы гидроцилиндрге келеді. Ондағы жұмысшы поршендері сұйықтың қысым күшімен екі жаққа қарай жылжиды да оған жанасып тұрған жетегіш колодкаларды сыртқа қарай кереді. Бұл колодкалардың сыртында жүріс дөңгелектерімен бірге айналатын барабан келіп тұрады. Енді колодкалар сол барабандарға жанасып, үйкеліс күшін тудырғандықтан автомобильдің жүріс дөңгелектерінің кедергілері артып, жылдамдықтары азаяды. Сонымен жетегіш жүйе автомобильдің кинетикалық энергиясын үйкеліс арқылы жылу энергиясына айналдырып, қоршаған ортаға таратып жібереді. Вакуумдық күшейткіштің құрылысы вакуумдық камерадан, клапандық механизмнен және гидроцилиндрден тұрады. Вакуумдық камера екі жартыдан жасалып, ортасы диафрагма арқылы екі қуысқа және бөлінген диафрагма серіппе арқылы үнемі қуысына қарай итеріп тұрады. Оның ортасында шток бекітіліп, поршенге киіліп тұрады. Штоктың сол поршенге киілген ұшында жазық кесік жасалып, оған жалпақ itергіш бос кіріп тұрады. Поршеннің ішінде шарикті клапан орналасқан, оның жабылуы өз серіппе арқылы, ал ашылуы жалпақ itергіш арқылы болады. Көптеген автомобильдерде пневматикалық жетегі бар тежегіш жүйе қолданылады. Оның жұмыс принципі гидравликалық жетегі бар тежегіш жүйенің жұмыс принципімен айырмашылық жоқ десе де болады. Тек гидравликалық тораптардың орнына ауаның қысымен іске қосылатын пневматикалық тораптар қолданылады. Сондай пневматикалық жетегі бар тежегіш жүйенің бір түрі осы суретте көрсетілген.
Енді құрметті студенттер, мен сендерге 3 дескриптордан тұратын үй тапсырмасын беремін. Тежеу жүйесінің түрлері, құрамды бөлшектері, күшейткіштің жұмысы. Дескриптор. Бірінші қадам, тежеу жүйесінің түрлерін атайсыңдар, түсінігін бересіңдер. Екінші қадам, құрамды бөлшектерін атайсыңдар. Үшінші қадам, сызба арқылы күшейткіштің жұмысын түсіндіресіңдер. Бағалау критерийлері, тежеу жүйесінің түрлерін атайсыңдар, түсінік бересіңдер. Оған 4 балл. Тежеу жүйесінің түрлерін атайсыңдар, түсінік бересіңдер. Құрамды бөлшектерін атайсыңдар, сызба арқылы күшейткіштің жұмысын түсіндіресіңдер. Оған 5 балл. Тежеу жүйесінің түрлерін атайсыңдар, оған 3 балл. Енді құрметті студенттер, кері байланысты сіздерге Платонцқа жібердім. Соны толтырып жібересіздер. Осымен студенттер сабақ аяқталды. Назар аударғаныңызға рахмет.